Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай ерекше дәмді пирог дайындайтын боламыз. Дайындалуы өте оңай, әрі дәмді, жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы сүтімізге азғана қант, ашытқы сұйық майымызды салып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа қоямыз. Енді осы массамыздың үстіне жұмыртқа, ертілген сары май, азғана тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді осыған алдын ала еленген ұнымызды аз-аздан салып араластырамыз. Осылай жұмсақ қамыр илейміз. Енді осы қамырымызды ашытып қоямыз. Енді біз штрезел ұнтағын дайындаймыз. Ол үшін ұнымызға қант пен сары майды теркадан өткереміз. Жақсылап араластырамыз қолымызбен. Осы менің каналымда көптеген рецепт түрлері бар. Тіркеліп кетсеңіздер болады. Міне ұнтағымыз дайын болды. Мен осы қамырды 2 сағат аштым. Өте керемет болып ашып шықты. Енді қамырды жақсылап қолымызбен қайтадан илей бастаймыз. Сонда пирогымыз өте әдемі болып шығады. Енді қамырымызды осындай бөліктерге бөлеміз. Осы арнайы формамыздың үстіне сары майды жақсылап жағып шығамыз. Енді қамырымызды осылай жаямыз. Бұның жасалу жолы ерекше, жақсылап қараңыздар. Енді осы ұнтағымызды ортасына салып түйеміз. Осылай шетін жақсылап басып шығамыз. Одан соң ұнтағымызды тағы осылай салып шығамыз. Одан соң осылай жақсылап шеттерін басып түйеміз. Өте оңай, қараңыздар. Мұқият көріп алыңыздар. Тағы біреуін көрсетемін. Осылай ұнтақты себіп, тағы шеттерін басып, осылай түйеміз.
Енді осы формаға бәрін осылай тізіп шығамыз. Енді осының бетіне жұмыртқаның сарыуызын осылай жағып шығамыз. Оның үстіне қалған ұнтақты осылай себеміз. Енді қызып тұрған пешімізде 200 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей ерекше пирогымыз дайын. Баршаңызға ас болсын.